Баршаңызға сәлем, дәмді кеңестер каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте дәмді, тәбет ашатын кобраны дайындау әдісімен бөлісетін боламын. Бұл приправаны дайындаудың бір ерекшелігі ешқандай қайнатуды қажет етпейді. Тек қана баклажкада салқын жерде сақтасаңыздар болады. Кобрамызға қажетті заттардың барлық мөлшерін мен төмендегі описанияға жазып қалдырамын. Ендеше біз ең алдымен помидорымызды, бұрышымызды, чеснок және тұзымызды дайындап аламыз. Барлық құрамына қосатын заттарымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Менде осындай 5 литрлік кастрюль дайындап алдым. Осы кастрюлімізге помидорымызды құйып, үстіне қажетті мөлшердегі тұзымызды, ет тартқыштан өткізілген бұрышымызды, чесногымызды және хреннің тамырын қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Барлығын қоспаны араластырғаннан кейін қақпағын жауып, бір тәулікке бөлме температурасында қойып қоямыз. Екінші күні біздің кобрамыздың қақпағын ашып, астына жиналған ауаны осылай ожаудың көмегімен астынан жоғары қарай араластырып сапырып аламыз. Бұл жерде ең басты назар аударатын құрамындағы ауаның бәрін сыртқа шығарып, осылай ожаудың көмегімен сапыра отырып кобраны дайындаймыз. Тура осы әдіспен қақпағын жауып араластыру арқылы 2-3 тәулікке бөлме температурасында қойып қойсаңыздар болады. Бізде ең бастысы құрамындағы жаңағы газ дейді ғой, ауаның барлығын сыртқа шығарып, біз ыдысымызға құйған кезде ол атылмайтындай жақсылап дайындаймыз. Осы тәсілмен 2-3 қайтара қақпағын жауып араластыру арқылы 2-3 тәулікке бөлме температурасында қойып қойсаңыздар болады. Енді осы дайын болған кобрамызды біз ыдысымызға, яғни кәдімгі баклажкаларға құйып, тоңазытқышқа немесе салқын жерге қойып қойыңыздар. Біздің кобрамыз дайын болды. Өте дәмді, кез келген тағамдармен қосып жеуге тәбет ашатын өте дәмді кобра болып шықты. Сіздер де үй жағдайында дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Қарлыға дәмді кеңестерден қазақша рецепт күтсеңіздер, арнама жазылыңыздар. Ас болсын!